Сәлем достар, сіздермен Марлен. Әдеттегідей ақша қаржы жайлы қызықты тақырыптарды бірге талдайтын боламыз. Өміріміздің қазіргі таңда әртүрлі саласында лайфхактар толып жатыр. Біз бүгін сіздермен қаржы бағыттағы лайфхактармен бөліскенді жөн көрдік. Бұл лайфхактар сіздерге ақша үнемдеуге көмектеседі. Біріншісі, бонустық карталарды қолданыңыздар. Мысалы, көлігіңізге бензин құятын жердің дисконттық картасы, жиі қолданатын дүкендері, азық-түлік болсын, киім дүкендері болсын, бонустық карталарын қолданыңыздар. Екіншісі, жеңілдік бар қосымшаларды қолданыңыздар. Тамақ жеткізу қызметтері болсын, спортқа арналған қосымшалар болсын. Үшіншісі, өз банк картаңызда қандай бонустар бар екенін біліп алыңыздар. Мысалы, Жусан банкте әрдайым тұрақты 2%, жоғарылатылған 15%-ға дейінгі бонустар бар. Олардың категориялары әртүрлі. Аяқ киім, косметика, сұлулық салондары, кафе, ресторан, такси, тағы да басқа. Төртіншісі, азық-түлік алуға барғанда үйіңізден тізім жазып, тамақтанып шығыңыздар. Себебі аш адамның көзі тоймайды. Бесіншісі, ақшаңызды басқа валютада және ірі купюраларда сақтаңыздар. Жаратып қоюдан сақтайды. Алтыншысы, депозит ашатын болсаңыз, белгілі бір сомамен мерзімге дейін шеше алмайтындай қылып сақтаңыздар. Жетіншісі, күнделік арнап шығындарыңызды жазып жүріңіздер. Сонда ақшаның қайда кетіп жатқанын білетін боласыздар. Осы лайфхактардың қайсысын сіздер қолданып жүрсіздер? Қаржы бағыттағы тағы қандай лайфхактар білесіздер? Комментарийге пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Ал бүгінге осы сіздермен болған Марлен. Арнамызға жазылып, лайк пен қоңырауды басуды ұмытып кетпеңіздер. Сау, саламатта болыңыздар.